Достар, ұшақты найзағай ұрса не болуы мүмкін? Мен сіздерге 4 түрлі жағдайды жеңілінен қиына дейін айтып берейін. Бірінші жағдайда ұшақтың фюзеляжында мынандай қара күйген дақ қалып кетуі мүмкін, ал жолаушылар мен экипаж мүшелері найзағайдың жарқылы мен дыбысынан қорқып шок алып қалуы мүмкін. Екінші жағдай, найзағайдың жарқылынан ұшқыштар уақытша соқыр болып қалуы мүмкін. Бұл әрине қауіпсіздікке әсер етеді. Немесе найзағай ішке еніп кеткен болса, біреулерді тоқ ұрып, күйік алып қалуы мүмкін. Мұндай жағдай 2001 жылы Британ әуе компаниясының ұшқышымен болған екен. Үшіншіден, кейбір электрондық немесе навигациялық құралдардың істен шығуы мүмкін. Мысалы, авиадиспетчер ретінде менің өзімде найзағайдың жанама әсерінің өзінен мынандай негізгі байланыс аппарат істен шығып, резервті құрылғыны қолдануыма тура келген. Ал ұшақта жағдай әлдеқайда қиын болуы мүмкін. Төртіншісі, бұл ең қауіпті жағдай не болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Ол әрине өрт шығуы мүмкін. Бұл авиациядағы ең қиын жағдай. Ал енді ұшақтар осы найзағайдан қалай қорғанады дейтін болсақ, бұл келесі рилстің тақырыбы болмақ. Әзірге қазақша авиациялық контентті қолдап отыруларыңызға шақырамын. Сау болыңыз.